Құрметті менің оқырмандарым, мен бағанағы жастықтың бетіне канды тігіп болдым. Енді замок тігіп көрсетемін сіздерге. Бұл замок қалай түседі? 50-де 70 жастықтың 50 сантиметрлік жағына түседі. Қысқа жағына да. Мен енді 50 сантиметрлік замок базардан таппадым, сөйтіп 60 сантиметрін алып едім, соны анау артықтау етіп қойып, мен сіздерге дайындап, иінемен шаншып, соны дайындап алдым. Тігілген жастықтың бетіне канды қойып тігіп шықтым. Оның үстіне оң бетін, замоктың оң анау ұстайтыны бар бетін тігілген жастықтың оң бетіне қарай беттестіріп тастаймын. Біреуі мына астыңғы жастыққа тігіледі, жастықтың бетіне тігіледі. Мен иінемен шаншып алдым, 3-4 иінемен мына жерде қараңыздар. Канның үстіне. Енді осыны екіншісі астарына тігіледі, екінші беті. Мынау жастықтың үстіңгі беті болатын болса, қазір екінші бетіне тігуді көрсетемін сіздерге. Ұмытып кетпеңіздер, жастықтың оң бетіне замоктың оң беті беттестіріліп тасталады. Яғни маған қарай теріс беті қарап тұр қазір замоктың. Сосын мынау машинкаға бір аяқты лапка саламыз. Екі аяқты емес, бір аяқты замок тігетін лапканы сап алдым мен дайындап. Ана замокты бәрін иінемен шаншып дайындап сіздерге көрсетуге дайындап қойдым. Енді соны тігуді көрсетейін. Бір аяғы жоқ мынаның. Бір аяқты лапка деп айтылады. Ол анау замоктың құлтанатын жағына, жоқ жағын, сол замоктың құлтанатын жағына туырлап әкелеміз. Енді тігіп жүрген адамдар болатын болса білу керек. Сосын мына ұмытып кетпеңіздер, мына бұрышта кан бар ғой. Канның мынандай бұрышы бар, өзі бүктеліп тұрған. Соны сәл итеріңкіреп, мынау тігіс жүрмейтін жақтан жоғары жаққа итеріңкіреп қоясыздар бұрышты. Әйтпесе жастықтың бұрышы шықпай қалады. Түсіндіңіздер ме мені? Мен қазір мен осыны сіздерге бұрышын арға итеріп, мен қазір дайындап лапканың астына қойдым. Анау бір аяғы жоқ жағына замоктың құлтанатыннан не дейді, пластмасс жерін. Мынандай бір құлтанатын жері болды ғой замоктың. Сол жері келеді. Аяқ жоқ жағына лапканың сол жағын келтіремін. Мен енді бисмиллахир-рахманир-рахим бастап тігуді бастадым. Енді мұқият қараңыздар, астыңғы тігілген канттың тігісімен үстіңгі замокты қойып отырып, жақындаған кезде иінесін алып тастап отырып тігеміз. Бұл мата мынау иінемен шаншып алмасаңыздар, не ғой, велюр ғой аты енді дегенмен. Мынандай түгі болғаннан кейін бұл бүйтіп ойнақтап тұрады, мынандай не дейді, айнып тұрады. Сол үшін ана иінемен тігіп, иінемен бүйтіп қадап алсақ, сол иіне ұстап тұрады ғой, былайша айтқанда. Туырлап тұрады да. Әйтпесе ана мата айниды. Түсіндіңіздер ме мені? Бүйтіп саусақпен ұстап отырсаңыздар, астындағы канның тігісі белгілі болады. Соның үстіндегі замоктың бір шетін соның үстімен жүргізе бересіздер. Менікі қазір мен жүргізіп отырмын. Уже менің мына саусағымның ұшына астындағы тігіс білініп тұр да. Мына басына кеп қалдық, аяқ жағына. Енді осылай жаймен отырып, сосын бұны созбаймыз, қыздар. Не замокты созбаймыз, не болмаса астындағы жастықтың тысын созбаймыз. Себебі бұл ана матаның көлденең жағынан қиылып алынған. Ол көлденең жағынан алынды деген сөз, уже кез келген мата созылады. Көлденең жағынан созылады ғой мата, тік жағынан созылмайды еш уақытта. Мына жаймен тігіп, енді мына басына келдік, мінекей. Осы жерде закрепка беріп алыңыздар, мінекей, артқа қарай шегініп жүріп, қайтадан жүріп
закреп бекітіп аламыз да, жақсылап тігісті. Мінекей, көрдіңіздер ма? Артық жіптарын кесіп алып тастаймыз. Кейінге қалдырмаған дұрыс та, тірліктің несін. Кейінге қалдырғанын адам ұмытады. Енді қазір бұл замоктың екінші бетін, бұның астары бар еді ғой, 50-70 астары. Соған тігеміз. Мен мына бағана басын бастаған кезде закрепка бермедім ау деймін. Соны тағы бір мұқият болу үшін бір жүргізіп алайын сол жерді тағы да. Негізі құрақта да қандай нәрсе тіксеңіздер де бас аяғын бекітіп отырыңыздар. Бекіту деген ол алға артқа жүру. Алға артқа жүру ол. Мінекей, мен қазір тағы да бекітіп алдым. Енді сонда былайша айтқанда бұл тігістің өздеріңіздің заттарыңыздың, құрақтарыңыздың өмірі ұзақ болады да. Ол жақсылап тігілгеннен кейін, қайта-қайта тігілгеннен кейін оның өмірі ұзақ болады. Сол үшін мен басын аяғын бекітіп отырыңыздар деп айтатын содан. Мысалы енді әркім өзінің ар намысы үшін тігу керек қой. Мысалы мен біреуге сататын болсам осы затты, біреуге көрсететін болсам, құрақ болса да мен соны ұялмайтындай, жаңағы бас аяғын бәрі закрепка жүргенін бәрін айтып түсіндіріп көрсетем ғой. Міне қараңыздар, енді мынау жастықтың астыңғы беті. Екеуінің де түгі бір жаққа қарау керек. Міне қазір мына бергі бетінің түгі ар оңға қарап еді, ананы да оңға қаратып алдым. Көрдіңіздер ма? Соны ұмытпаңыздар. Замоктың басынан бастаймыз. Замоктың басынан бастаймыз. Екінші 50-70 жаңа астындағы матаға осыны не қылып аламыз. Инемен шаншысаңыздар да болады. Енді ине дұрыс, менің өзіме анау булавка деп айтылады ғой, ине дейміз, булавка дейміз. Соны шаншып алып отқан маған өте ыңғайлы да. Себебі анау айнитын болғаннан кейін мен қисық шығып қалама деп не қылып тұрамын. Өзімді сақтандырып тұрамын да, сол үшін инемен ылғи да жаңағы шаншып алып дайындап отырамын алдын ала өзіме. Мінекей қазір екінші, үшінші жерден шаншып, 4-5 жерден шаншып аламыз. 50 сантиметр ұзындықты 4-5 жерден шаншып аламыз. Бұндай замок тіккенде, кант тіккенде асықпаңыздар. Ләжі болатын болса асықпаңыздар. Сол кезде асықпай тігілген тігіс тиянақты, тындырымды шығады да. Өз тірліктеріңізді өздеріңіз істеп отырсаңыздар да тындырымды қылып шығарған жақсы ғой. Міне мен қазір 4-5 жерінен инемен қадап алдым. Құрақ құрап жүрген кісілер біледі. Мынандай инелер құрақтың матасы сатылатын жерде болады, осындай ине өзі. 50-ден, 100-ден, 200-ден боп тұрады. Соны ол бір какой-то тиын болады. Соны бірге сатып алыңыздар. Мына ұқсап керек болады да, әйтпесе бұны көк төбеге тура келеді. Баяғыда апаларымыз көк төбе отырған ғой бұндайды. Міне қазір енді аяқ жағынан бастап екінші бетіне тігіп отырамын. Мына бекітуді ұмытпаңыздар. Закрепка беріп аламыз.
жаңағы лапканы бір аяқты дедім ғой, соның аяғы бергі шетінде тұр да, қазір сіздерге видео түсіп жатқан жағында тұр да, ар жағында аяғы жоқ. Сол жағына замоктың құлтанатын жағы келеді. Мен түсіндіңіздер ғой, ә? Жақындаған кезде анау ілмек инені алып тастап отырасыздар. Және бірдей шығады да. Нөл бес миллиметр или 0,7 миллиметр болуы мүмкін. Себебі замок одан ары неғымайды ғой, жібермейді ғана замоктың несі. 0,7-мен алсаңыздар да. Ана замоктың ашылатын жерін ары бері жылжытып өткізіп отыруға болады. Мінекей замоктың екі жағында тігіп алдық. Негізі не зат тіксеңіздер де замок салынатын болса, көрпеше болсын, жастық болсын, соның өзінің түсіне сәйкестендіріп алыңыздар замокты. Себебі мынау белгісіз болып тұрады да, жасырын болып тұрады былайша айтқанда. Мен қазір қараңыздар, мына жерге біліне ме қазір? Болар болмас қана білінеді мына жер. Мынау қан мен анау ненің арасы, мына қараңыздар, анау түстері сәйкесте бір-біріне. Болар болмас қана білініп тұр ана жерде. Бұлайша оны анша-мұнша адам ол замок барын да білмей қалады ананың. Енді қазір сіздерге бәрін айландыра тігіп көрсетейін. Мынау канттың мына бұрышындағы мынандай, енді былай бұрылады ғой бұрышынан. Сол жердегі бұрышына байлаңыздар, соны тігіп кетпеңіздер бірге. Себебі оны қолмен жылжытып отсаңыздар, ары қарай тігіс жағынан ары қарай жылжытып отсаңыздар, ол өзі бұрыш сақталып қалады. Кейбіреулер соны бірге тігіп жібереді, бұрыш шығарамай қалады да. Енді канттың қиындау жері сол. Бұл жерден сәл замок қосылып тұр, кант қосылып тұр. Енді қазір мен мынау замок несін ауыстырайын, лапкасын. Себебі мынау бір жақтама ол енді замок тігіп болдым ғой. Енді екі жақтама лапкамды саламын. Екі аяқты мынандай лапкамды саламын мінекей қазір. Осын салып алайын, соны сәл жылдамдатайын, сіздердің уақыттарыңызды алмай. Қолым ілмей кеткен несі. Ілінуі негізі оңай. Мінекей енді ілінді. Қазір осыны тігер кезде сосын мынау замоктың анау аяқ жағы бар ғой, артылған. Соны бір-біріне беттестіріп жіберіп бар тіге бересіздер.
міне қазір мына жерде. Бірақ анау канттың бұрышына байлаңыздар. Канттың бұрышы тігіліп кетпесін. Қолмен сипалап, саусақ бәрін біледі ғой адамның. Бекітуді де ұмытпаңыздар. Енді мінекей сәл жылдамдатайын сіздерге. Уақыттарыңыз көп кетіп қалды. Бас жағын, анау аяқ жағын, мысалы бірінші бетке түстіңіз ғой, бір бетіне. Сонда аяқ жағынан бір жерінен жаңағы инені бір екі жерінен қадап алсаңыздар да болады, мына ұқсап мінекей. 4-5 жерінен емес, бірақ бір екі жерінен қадап қойыңыздар. Енді сәл жаңағы бір 10-15 дегендей да миллиметр жаңағы артық кем болуы мүмкін. Сол кезде сол инеден біле қоясыздар. Сәл жылдамдатайын. Иә, бір екі жерінен іліп алыңыздар, мына ұқсап. Мінекей мен тігіп болдым. Енді мынаны ауыстыр неғып, сіздерге жастықты қаптап. Мінекей екі жағы да тігіліп болды жастығымның. Енді қазір жастықты қаптап, өткенде тіккен пастелдің үстіне қойып, мінекей. Пастелдің үстіне қойып,